Білмеймін, қаншаншы рет түсірейін деп отқанымды, но бұл походу соңғысы енді көрейік. Барақтарына ассалаумағалейкум. В общем, бүгінгі видеода бұл аккаунт не үшін және де бұл аккаунтта не болады деген, яғни нақты мақсаттар үшін бүгін разговор болады. Получается, бүгінгі видеода айта кетейін, ең бірінші бізде жаңағыдай мен аккаунтын не үшін жүргізбей қалдым. Бұл аккаунт мертвый болып қалды. Бұл аккаунт тастап қойдым. Кезінде тастап қойдым, 2-21 тастап кеттім де. И болды, короче, мертвый аккаунт болып қалды. И мертвый аккаунтқа не істейсің дальше? Ешнәрсе істей алмайсың ғой. Ешқандай видеода түсіре алмайсың. Поэтому бұл аккаунтты ең бірінші очередь монетизация жетейін деген ой болатын ең басында 2021-лерде. Оған жеттік, шүкір Аллаға. Бірақ вот недавно, осыдан бір жарты жыл бұрын менің монетизациямды өкінішке орай өшіріп тастады. Это почему? Потому что мен көптеген стримдер жасайтын, ойын ойнап, GTA ойын ойнап, PlayStation'нан. И соның кесірінен мен случайно сол GTA ойынын, получается, стримді мен случайно салып қойдым. Аккаунтқа салынып кетті, білмеймін қалай екенше. Аккаунтқа салынып кеткен. И после этого аккаунтқа салынып кеткеннен кейін мен уже түсіндім. Оны қайдан түсіндім дейсіздер ғой? YouTube'да маған сообщение келеді. Данияр Шарипов, сіздің, в общем, аккаунтыңызда монетизацияны біз өшірдік. И неге екенін жазып қойғанда, сол стримнің арқасында енді монетизациясыз өмір басталайын деп тұр, иншалла. Енді менде нақты бір мақсаттар бар. Ол бірінші очередь монетизацияны қайтадан қостырып алу. Потому что 4 сағат жинап, YouTube'тан каждый видеоны ақша түсіп жатса, ол жақсы ғой. Бірақ осы уақытқа дейін монетизацияны қатты көп ақша таптым деп айта алмаймын. Как продюсер ретінде я таптым. Ал егер де өз аккаунтыма келетін болсақ, тек $100 таптым осы бір жылдың ішінде. Оған әрең жеткіздім де, потому что просмотр уже көп емес, мертвый аккаунт болып қалғаннан кейін қиындау болды. Қазір шүкір. И нақты мақсаттарға келетін болсақ, бұл аккаунтта не көресіңдер? Бұл аккаунтта таза развитие және де бизнес жайлы көптеген правильный ақпараттар болады. Яғни өз жоғымды көрсетсем, қазір менің доходым плюс-минус айтқан кезде 500 мың теңге, осы айда 400 мың теңге болды. До этого, в принципе, сезон кезінде 2 миллионға дейін барған. 2 миллион теңге қазір менің потологым. Одан әлі асқан жоқпын, білмеймін қалай асу керек екен, пока изучаю. В принципе, осы. Просто видите, қазір барлық Қазақстандағы адамдар, олардың барлығы мен де солай өмір сүріп жатыр негізше. Барлығымыз выживать етеміз. Для того, чтобы выживать етпеу үшін бізге барлығымыз дұрыс. Америкада мысалы $1000 оларға өте аз болып көрінеді. И олар басқа да бір способтарын таба береді, іздене береді, жасай береді. И олар айына $10 мың, $20 мың тапса, более-менее нормально өмір сүруге жетеді дейді. Ал бізде қалай? Біз жерде 200 мың теңге тапса, деп ана ақшаны көтере алмай кетеміз де. Қайда құртып, ойбу шашып сол ақшаны. Просто американецтардың, видите, зарплатасы үлкен болғаннан кейін олар біледі де. И олардың зарплаталарына көп нәрсе доступны, мысалы. Бір айда олар iPhone алып та алады, көп нәрсеге жасай алады. Ал бізде ол біздің iPhone-ға да жетпейді, бізден средний зарплатамыз негізі. Бір шын айтайын, средний зарплата деп айтатын болсақ, максимум 100 мыңды таппайды адамдар көпшілік қазіргі таңда. 100 мың теңгені таппайды атауы. Ал средний зарплата жайлы қалай әңгіме айтамыз, 350 мың деп өтірік жазып қойған. Бірақ, в принципе, мен оған сенбеймін. Поэтому средний зарплатадан бастайды ғой. Қазақстан логикамыз, барлығымыз сол средний зарплатаға қаралып қалған, деп жақсы тауып отырық деп ойлаймыз да. Бізде енді миымызда бір ограничение бар да, барлығымызда. $1 миллион табамыз, 500 мың табамыз, күш жетеді маған, өмір күшті сүрем дейсің де, бірақ на самом деле олай емес. Мен $1 миллион тауып көрдім, 500 мың тауып көрдім, айтайын, олай емес негізінде. Сен қаншалықты көп табасың, соншалықты сен расходың появляться етеді. Не ақабарың келеді, нан жегің келеді, нан көргің келеді. Поэтому сенің ақшан қалай келді, почти солай кетіп қалады да. И бұл жақта мынандай нәрсе бар. Кім бай деген нәрсе? Екі адам мысалы бірдей зарплата алса да, бірақ біреу бай болады да. Ол не үшін? Потому что біріншісі ол ақшаның барлығын құрта береді. Мысалы 500 мың теңге табамы, барлығын құртып шашып, айдың соңында нөлмен отырады. Даже біреуден қарызға сұрайды. Ал екінші адам ол біріншіден 500 мың теңге тапты, все, жартысын құртты, жартысын жинап қойды. И ол айдың соңында 250 мың теңгемен шығады да. Вот видите, получается, айдың басы важны емес, зарплата важны емес, айдың соңындағы сенің қаншалықты ақшаң қалғаны, яғни сен капиталың важны ғой осы моментте. Мен қазіргі таңда осы проекттерден егер ақша табатын болсам, сол проекттердің ақшасын мен вообще жұмсамаймын. Өзім депозит жинап көрейін дедім, бірақ мен андай
эмоцияға беріліп кететін адам екенімді по-любому құртып қоямын, по-любому құртамын. Поэтому мамама депозитін ашып, мамамның атынан депозит ашып, маманың Каспийінде тұр да, мысалы. Мен сол мамаға салып тұра беремін, сол Каспийдегі депозитті үлкейте беремін. В общем, менің мақсатым осы. Сол средний зарплатаны былай қарап отырсақ, неліктен біз көп ақша алмаймыз деген ой келеді. И сол үшін мен осы аккаунтты, сол үшін бизнестің көзін ашып, сонан 1 миллион теңге таба алатындай жағдайға жеткізуде. Каждый елінде. Бірақ ол до конца егер істейтін адам болса, ол по-любому жетеді бұл аккаунт арқылы. Главное, сендерден поддержка және де подписка керек обязательно, чтобы мен видеоларын өткізіп алмау үшін, және де олар этапты жүреді. Мен видеолар получается бірінші этап ол саланы таңдау дегендей, екінші этап мынандай деп. Мен андай қазіргі Instagram блогерлар сияқты 10 күн ішінде мындай деп айта алмаймын, потому что 10 күн ішінде никак та болу жасай алмауым да мүмкін. Поэтому мен бір мақсатты қоямын, получается 10 миллион теңге, 20 миллион теңге, сол мақсатты қойып, сол как будто бір челлендж сияқты көрінеді, но лайфстайл ғой, көбінесе осындай. Сол лайфстайлдың барлығын түсіретін боламын иншалла. Для того, чтобы 10 миллион теңге табу үшін бізге не істеу керек деген нәрселер. Жарайды, 10 миллион емес, прям қазір ойланып отырмын. На месте ойланып отырмын, да? До этого ойланған жоқпын. 10 миллион негізі жетуге болатын сумма бір жылдың ішінде. Мен былай қарайтын болсақ, выпискамен, Каспиймен былай қарайтын болсақ, айына миллион теңгемен смело. Ол бір жылдың ішінде 10 миллион теңге табуға болады, егер де барлық ақшаңды жинайтын болсақ. Мен жинаған жоқпын, поэтому иншалла осыда бастаймыз. Поэтому бізге андай ауыр прям мотивация болатындай сумма керек те. Ол 20 миллион теңге. В общем, сол 20-ны біз, получается, көбейтеміз. Плюс-минус жаңағыдай средний зарплатамен бөлеміз де. 20 миллион, ол получается средний зарплата 500 мың теңге деп алатын болсақ, который мен жасап атқан. Ё-моё. То кәдімгідей ұзақ уақыт кетеді. Ұзақ уақыт кетеді 20 миллион жинау үшін. Поэтому 3 саланы таңдаймыз. 3 саланы таңдап, дәл 3 сал арқылы біз өзіміздің темамыз істейміз. Мына кісі жаман қорқытып кетті және арт жақтан жай келеді дегенде. Мақсат, в общем, 20 миллион қазір решили, прям қазір решили. 20 миллион теңге. Теперь сол 20 миллион табу үшін мен не істеймін? Сол сұрақты уже, сол сұрақтың жауабын бұйырса, каждый видеоның частьтарынан көреміз. Бір блогерді көрдім, ол 100 мың доллар дейді. 100 мың доллар ол 50 миллион теңге дейді. Сол 50 миллион теңгенің жолын көрсетеді. Күнде не істейтін, там кітап оқиды, не істейді. Шайтан кітап оқу, ол мне кажется андай в процессе кітап оқымасаң, который керек білімінді алып алмасаң, жатып кітап оқығаннан, мне кажется, білімде миыңдағы нәрсен сол применять етпегеннен кейін біз ұмытып қаламыз деп ойлаймын да мен. Потому что мен лично ұмытып қаламын. Егер мысалы маған қазір мынандай нәрсені үйрену керек срочно болатын болса, мен кітапты ашып, кітапқа дейін оқып кете аламын. Бірақ көбінесе YouTube, интернет болғаннан кейін біз особо андай мән бермейміз кітапқа. Хотя кітаптағы нәрселердің барлығы сол интернетте тұр да, тоже. Екеуі, бірақ кітапқа бірінші жазылған. Шүкір, қазір. Бірақ қазір енді білмеймін қалай болады. Пландар чисто мақсат бар. План прям детально жазылған план жоқ. Поэтому детально план жазып аламын барлығын. Сала таңдап аламын. Саланың 3 түрін таңдап отырмын примерно мен. Это жаңа строительствоға байланысты, потому что ұяқтан көп ақша табуға болады да. Ремонт под ключ деген темалар сияқты. И екіншісі то, что лестницаны орнатып беру жаңағыдай. Үшіншісі ол душевая кабина. Душевая кабина маған қатты ұнайды. И төртіншісі жаңағыдай менің TV-зоналар. Қазір трендовый болып жатқан нәрселер TV-зона деген. Сол TV-зонаны иншалла жасап көремін ба деген ойда менде. TV-зона, потому что қалайтсы вот 300 мың теңгеге сатып жатыр да. Оның максимум айтайын 150 мың теңге расходы болар. Это то, что материалын айтып тұрмын, жұмысын айтып тұрмын жоқ, материалын айтып тұрмын да. Материалы 300 мың теңге цехтен жасап, шығарып олардың 300 мың теңге алдық материалын. И монтажник керек болады. Монтажникке мен ешқашан қара жұмыста андай обижать етпеймін де көп адамдарды. Поэтому монтажникке 50 мың теңге негізі өте әдемі. Ойлаш, сен өзінің монтажникте ойлаш. 2 сағаттың ішінде сен 50 мың теңге тауып кеттің. Бір күн емес, 2 сағаттың ішінде. Сен ертең оны білесің, сен оны күнделік жасап жүрсің. Поэтому саған қатты қиындық тудырмайды. В
принципе 100 мың теңге сөйтіп в общем бір заказдан қалады таза. Мен үйтіп бір заказдан 100 мың теңге давно алып көрмедім негізі. Чисто проекттерден былай 500 мыңға сөйтіп проекттер аламыз. Но ол енді проект болғаннан кейін әртүрлі количество видеолар болады да оның ішінде. 15 видео дегендей, обложка дегендей. Поэтому за раз 100 мың теңге өте аз аламын, тек мероприятияларда ғана аламын. Короче, видео қалай есть? Тура сөйтіп саламын мен бұл видеоны. Ешқандай монтажсыз, дымсыз. Көретін адам көреді, көрмейтін адам көрмейтін негізінде. Қызықпайтын адам. Поэтому достар, обязательно тіркеліп кеттіңдер. Обязательно тіркеліңдер, потому что 20 миллион теңгені бұлай көрсететін, білмеймін, ешқандай адам жоқ шығар. Но 20 миллион тапқанға дейін біз конкретно еңбек етеміз, жестко бақа етеміз. Соның барлығын осы видеоларда иншалла көрсететін боламын. Так что, барлығына ассалаумағалейкум. Келесі кездескенше.